Ассалаумағалейкум халайық. Мен Нұрлан Леспекұлы. Соңғы кезде әлеуметтік желіде осы үй бас имамның үйі деп көрсетілген екен. Ол жалған ақпарат. Бұл үй менің үйім. Мен Нұрлан Леспекұлы. Осы үйде 15 жылдан бері тұрып жатырмын. Өзім соғып, өзім кіргем. Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауатымен сәлем болсын. Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде тарап жатқан жалғанға нүкте қоюға тура келіп тұр. Қашаннан бері мұсылмансың деген кезде, әлмисақтан бері мұсылманмын. Алланың өздері рас, сөздері рас деген кешегі Хакім Абай, кешегі Шәкәрім бабаларымыздың, кешегі Бұхар бабаларымыздың ұрпағымыз. Кешегі бабаларымыз біреудің ала жібін аттама, біреудің ақысын жеме, біреуге жала жаппа деген тәрбиені көрдік. Бірақ өкінішке орай бүгін осы құндылықтар аяқ асты етілуде. Соңғы уақыттарда әлеуметтік желіде ұстаздарымызға, имамдарымызға, руханият саласындағы майталмандарымызға әртүрлі жалалар мен жалғандар кең етек алуда. Құранның тілімен айтсақ, біреудің ақысын жеу, біреуге зұлымдық жасау, біреуге әділетсіздік таныту дүниелік һәм ақыреттік үлкен азапқа себеп болатын күнә болмақ. Қоғамда ізгілік жасау қалай сауапқа кенесе, біреуге зұлымдық жасаудан өзін тыюда үлкен сауапқа кенелтпек. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос демекшіміз. Алла баршамызға жар болсын.